Алаштың ардақты қайраткері, көшбасшы, ғалымдарымыздың бірі Халел Досмұхамбетұлы. Бұл дүниеде түрлі данышпандар, шешендер, шеберлер, батырлар, ақындар көп өткен. Осындай азаматтар қазақ арасында да аз болмаған. Өз жұртына жұмыс қылып, еңбек сіңірген адамдарды қадірлеу ерліктің белгісі. Әдеби кештер өтіп жатыр. Соның бірі Досмұхамбет Халел 140 жыл толған. Ол мынау Алаш қозғалысының қайраткері. Қазір Алаш газетін оқып отырған адамдар болса, сол партия бар әлі қозғалыста. Соның көзбе газет бетінде шығады. Сондықтан Алаш партиясының қозғалысының қайраткері және ғалым, және дәрігер, ұстаз, өте білімді адам болған. Бірақ осы тоқырау кездерінде өздері сондай бір жазамен жазаланып кеткен адамдардың бірі. Сондықтан қазір бүгінгі мына кешіміз осы мәнді осы болсын деймін. Әйел мәселесі тұңғыш рет осы съезде көтеріледі. Осыған орай арада 5 ай салып желтоқсанда ұлттық мемлекет қаулыға байланысты ұлттық территориялық қазақ этномиясы, милиция, ұлт кеңесі, ұлт қазынасы, халық соты туралы негізгі мәселелерді күн тәртібіне қойған жалпы қазақ съезі шақырылады. Міне осы съезде қазақ-қырғыз этномиясын Алаш деп атау жөнінде азаттарға жан өрісі, ардақты барша қазақ халелсін, Алашқа алтын күмбез орда салған, заңғайыр өнер білім әлемісін, ізіммен жүріс дәріс таттық дәмін, көп ойлап кірсім сенде аттықпадым, туған ел құшағына қайта басты, тар соқпақ қилы заман лақтырғанын, көп сұмдық көз алдымнан сырғанайды. Қас болып, адал досын кім талайды? Дәлел жоқ, Халел аға, сізді айыптар. Күн туды шер тарқайтын бір талайғы. Қоғам қайраткері, тарихшы, табиғаттанушы, тілтанушы, әдебиетші, ауыз әдебиетінің сирек үлгілерін жинап насихаттаушы, шебер аудармашы. 1883 жылы сәуірдің 24-і бұрынғы Орал облысы, Гурьев съезі, Тайсойған облысы, қазіргі Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Тайсойған құмында нөмірі 4-ші ауылында дүниеге келген. Тарту қолдың теңіздерде ақтарып, бар Алашым жету үшін теңдікке, сен шақырдың бірлік пенен елдікке. Тәңір сие әділдікті жыр қылып, қанат беріп самғау үшін кеңдікке. Мұрат ақын жырларынан ой тастап, мәңгі өлмейтін жасампаздық ерлікке. Тілім жаным, дінім нұрым дедің сен, тілім өлсе елімнің де өлгені, қанды жасым аққан ғой көзімнің. Бас көтермей әділдіктің жолында, құмға айналған көнбестіктің жүзімен. Кет сірада тәрбестігі болмаған сон өзінің, баққан дұшпан бетке берде байлаған, Алаш жұртын құрту қамын ойлаған. Даласының байлығына қызығып, мұсы құрып азу тісім қайраған, бар ойынды ұрпағынан жасырып, жанын ұрлап ләззат алған айладан. Әл жетпесін білгенінен сон өзіне, абақтығы оралмасқа айдаған, зұлымдықтан басқа істе жол жоқтай, қойғанымен нар халқына жуатпай. Алды Алашын ардақтаған азамат, тіл қатасын өз үнінді жоғалтпай, таңдарлықпен ерлігімен жол сілтеп, алға бізді жетек деген бұлақтай. Тұлға әмбебап энциклопист Халел Досмұхамбетов мұраларын насихаттау, көпшілікке көкейінде зерделеу бүгінгі ұрпақтың абыройлы борышы әрі міндеті. Осымен кешімізді аяқтай отырып, әрмен қарай ауылдық кітапханашылардың ұйымдастыруымен ұлы мұрат жолында атты кітап көрмесімен жалғасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.